Рататуес! Серік, сен рататуес дегеннің не екенін білесің бе? Эх, бауыр, ағылшын тілін үйрен деп айтпап едім. Ол рататуес емес, potatoes, яғни кәдімгі картоп. Балалар, ал сендер ағылшын тілін білесіңдер ме? Егер білсеңдер, тезірек лайк басып, каналымызға жазылыңдар. Potatoes. Қаптан шығып тұрған мына жіп не? Мысықтың құйрығы секілді. О, расында біреудің құйрығы. Кел ендеше, қаптың ішіне қандай жануар кіріп алғанын көрейік. Қане. Қапты ашамыз. Абайла, әйтпесе ішінен секіріп шықса қайтесің? Қорықпа, бауыр, оны құйрығынан ұстап қалам. Күшті жұбатады екенсің. Жүрәй, тездет. Бауыр, мына жерде батарейкалар ғой, кәдімгі батарейка. Солай ма? Олар не үшін керек? Кел, тексеріп көрейік. Міне бір батарейка дұрыс салынбапты. Жөндеп қоямыз. Ал, содан? Міне, дайын. Ой, Серік, мына шала жануар мені шошытып жіберді ғой. Қорыққанымнан құлап қалдым. Серік, ол неге секіріп жатыр? Құйрығы мен дыбысына қарағанда, ішінде расында мысық бар секілді. Мысық па, әлде пысық па білмейм. Бірақ миымды ашытып жіберді. Тоқтатшы! Бауыр, ол тоқтамай жатыр. Ал ендеше, мына бақырауық мысықпен бірге өмір сүретін болдық па? Міне болды. Құпия мысық тынышталды. Ал енді маған мұнан айтшы. Картоп қайда? Potatoes ше, potatoes. Тыңда, бауыр, әдетте картопты осындай қаптарда сақтайды. Мысықты да осындай қапта сақтайтын сияқты ғой. Ендеше potatoes and cat деп жазу керек еді. Кес. Бергел, қырсық қаты. Бергел. Серік, көмектес. О, ол мультиктегі мысыққа ұқсайды екен. Сондай сүйкімді және жіп-жұмсақ. Тек сондай қырсық. Қасарысып тұрғанын көрдің бе? Қара, оны өзіңмен бірге алып жүруге болады екен. Бұлай байлап қойсаң, әрдайым жаныңда болады. Расында, керемет! Жануарыңды өзіңмен бірге алып жүр. Күшті айттың ба? Жарайсың. Балалар, үйлеріңде мысық бар ма? Комментке жануардың аты кім екенін жазып қалдыр. Серік, меніңше қазір кішкентай сыйлықтың уақыты келген сияқты. Білесің бе, бауыр, менің бір шартым бар. Егер есігіңе мына тақтаны іліп қойсаң, берем. Серік, қайдағы шарт? Қайдағы тақта? Тақта ағылшын тілінде жазылған. Сыйлық керек болмаса жарайды. Керек әрине. Жүр ендеше, тақтаңды ілейік. Ал, Серік, ризасың ба? Әрине ризамын. Енді не қып тұрсың? Сыйлығымды әкел. Мінекей сенің сыйлығың. Бұл әмбебап сыйлық. Ой, мынау не істегенің? Мысықтың қолын неге кесіп алғансың? Бауыр, сен сыйлық сұрамап па едің? Саған сөз берем, бірде-бір мысық жапа шеккен жоқ. Солай ма? Сонда бұл немене? Міне қара, батарейкасын саламыз. Қақпағын жабамыз. Мінекей, мысықтың қолы керемет қолшам боп шыға келді. Мәссаған! Керемет! Бұл бәрі емес. Қара, мына қолмен массаж жасаса болады.
Қытығым келді. Күшті. Бірақ қытықтайды екен. Серік, сыйлығыңа рахмет. Балалар, бүгін сендерге қай мысық көбірек ұнады? Осы видеоның астына коммент қалдырып жазыңдар. Ал мен массажға кеттім.